машинаның күштісін ай. Жарыс болып, молодец, я? Қойшысың, қай жерінен қызғасың? Ол байдың бір тоқалы ма, министрдің қызы ма, сондай шығар. Әйтпесе қаяқтан алады мына машинаны, мынандай жаста. Қызықпақ қой, вообще қызықпақ қой. Айгүл әпкенің сіз туралы жаман айтып жатыр ғой. Айтса айта берсін, олар қаяқтан білсін менің қандай жолмен өткенімді, қандай жолмен жүргенімді. Әпке шынымен қалай байып кеттіңіз? Осы қысқа жылда айтып беріңізші. Айтып берейін ба? Иә. Ұзақ әңгіме бірақ. Жүріңізші, шай ішіп айтып беріңізші. Барлық 90 жылғы балалардың өмірі сияқты менің де өмірім ата-анамның айқай шуы, әкемнің ішіп келіп, анамды ұрып соғуын көрумен өтті. Сен екеуі тез-тез шай ішіңдер да, сонымен мектепке барыңдар. Анау екеуі ұйықтап жатқан кезде. Бетіңіз ауырып тұрған жоқ па? Бәрі нормально, жаным, бәрі жақсы. Уайымдамай қойыңдар. Осы неге папам мамамды ұра береді екен, папам жеп көрем. Сонда да бірақ папамды жақсы көрем. Ол үшін де әкемді біраз уақыт кешіре алмай жүрдім. Кейін оның барлығын ұмытып, әкемді кешіріп, қазір арамыз жақсы, уже әкемді жақсы көрем. Ал күйеуіңізбен қалай таныстыңыздар? Ол кісі білуімше көршіңіз, иә? Күйеуіміз екеуміз көрші болғанбыз. Күйеуім менің ағамның жан досы болатын. Үйден шықпайтын, екеуі бірге қора ұстап алып төбелестіріп жүретін. Іштей мені ұнатып жүрген екен. Не? Ешнәрсе? Нұрлан бар ма? Жоқ. Қайда? Білмеймін. Бірақ екеуміздің қосылуымызға себепші болған күйеуімнің жаңағы бөлесі болатын. Бөле? Бір нәрсе айтайын ба? Не болды? Айгүл бар ғой. Кім, Нұрлан қарындас ма? Иә. Не болды? Соған негіз. Қатты ойым бар ше мен. Қой, серьезно? Соған? Енді бір нәрсе айтайын десем, жорам қарындасы қалай болады деп жүрмін да. Қойсың, айта алмайсың ба? Иә. Қойшы, мен ағайда аламын оны. Қойш. Не болып тұрсыз? Зор ой қайтады. Ят қой. Зор қыз қойш, өзім айта салам. Жоқ, Сидор жақсы жігіт негізі. Ол Сидормен жасты балдар бар емес па? Сол әке шешесінің нанына әкелген тең тебеніне соның ақшасын жаратып жүр ғой. Мен Сидорға риза боламын негізі. Өзі барып семейде сауда істеп жатпайды. Негізі Сидор жақсы жігіт. Негізі бөле Сидор ше, біраз нормал ол негізі. Қумаш, Сидор ма? Иә, енді ол ауылдағы ең бақсы жатқанда әулетте мықты семьяның баласы ғой енді. Қыздар ол барлық қыздар. Мен көшеден өткен сайын қыздар ше, Сидор қалай деп менен сұрайды, білесің ба? Мен білмейді екен. Бірақ ше, ешкім айтпайсың ба? Кім? Иә. Сен айтып ештеңе айтпайсың ба? Жоқ, айтпаймын. Короче, біздің бөле ше, бір қыз жақсы көреді ғой. Қумаш кім?